Сәлеметсіңдер ме жыр сүйер қауым? Әдебиет 8-ші сабағымыз. Бүгінгі сабақта біз Қобыланды батыр жырының Тайбұрудың дүниеге келуі бөлімін оқитын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Сабағымызда бүгін біз әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табуды үйренеміз. Балалар, әр сабақта біз жаңа әдеби терминмен таныс боламыз, ендеше бүгінгі сабағымыздың термині ауыспалы мағынадағы сөздер және портрет. Ауыспалы мағынадағы сөздер дегеніміз не? Ол сөздің мағынасын ауыстырып, басқа мағынада қолдану. Мысалы, таудың басына шықтым дегенде, бас сөзі өз мағынасында емес, ауыспалы мағынада тұр. Бас сөзінің негізгі мағынасы адамның басы дегеннен шыққан, ал таудың басы деп айтсақ, демек ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөз. Ал портрет дегеніміз кейіпкердің бет-әлпетін, жүріс-тұрысын суреттеу болып табылады. Мысалы, Қобыланды батыр жырында Қобыланды батырдың портретін былай суреттейді. Ақ сұңқар құстай шүйіліп, қабағы тастай түйіліп, арыстандай туған Қобыланды. Балалар, ендеше бүгінгі сабағымыздың негізгі мәтінімен бірге таныс болайық. Ол үшін мәтінді бірге мәнерлеп оқиық. Тайбұрудың туы, өсуі. Бір күндері болғанда, қара жолдың үстінен қалың жылқы жарылып, екі жақта қалады. Құртқа сынды сұлуың күймеден басын шығарып, жылқыға көзін салады. Құртқаның көзі шалады, тоқтатып қойып күймесін, биені көріп сынады. Мынау жатқан көп жылқы кімдікі? Деп сұрады. Сонау тұрған биені, мені берсең де алғын, деп батырға әмір қылады. Құртқа сұлу күймеден қарғып түсіп биені маңдайынан сүйеді, көшіне тіркеп жөнеді. Көгала бие дөңбекшіп, домаланып сұлады. Сонда жатып құлындап, буырыл тұлпар туады. Тұяғын жерге тигізбей, құртқа сынды сұлуың алтын тонға орады. Аршын басты буырлы, қабырғада қанаты, сұлтанының жанаты, күн түсірмей көзіне, жел тигізбей өзіне, үстіне шатыр тіккізді. Балалар, мәтіннен не түсіндік? Тайбұрудың дүниеге келуі, оның өсуі туралы, оның туылғанда оны өсірген кім екен? Ендеше бұл сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап беретін боламыз. Балалар, қазақ халқы жылқы малын әрқашанда қадірлеп, қасиеттеп, құрметтеген халықпыз. Жылқы малына арнап, сипаттап, суреттеп жазылған өлең шығармалар өте көп. Солардың бірі Абай Құнанбайұлының шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ өлеңі. Ендеше сендерге арнайы видео дайындап келдім. Бірге тамашалайық. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, қой мойынды қоян жақ, бөкен қабақ, ауыз омыртқа шығыңқы майда жалда, ой желке, өңір егін болса сағақ. Теке мұрын, салперін ұзын тісті, қабырғалы жоталы болса күшті, ойындеті бөп-бөлік омыраулы, тояттаған бүркіттей салқы төсті. Жуан, тақыр бақайлы жұмыр тұяқ, шынтағы қабырғадан тұрса аулақ, жер соғарлығы сіңірлі аяғы тік, жауырны етсіз жалпақ, тақтай даяқ. Кең сауырлы, тар мықын қалбағайда, алдарты бірдей келсе ерге жайлы, күлте құйрық, қылтыбы әлді келіп, көтендігі шығыңқа аламайлы. Ұршығы төмен біткен шақпақ етті, өзі санды дөңгөлік келсе көтті. Сырты қысқа бауыр жазық келіп, арты талтақ, умасы үлпершекті. Шедерлігі жуандау бота тірсек, бейне жел тынышты, екпінді мініп жүрсек.
екі көзін төңкеріп қабырғалап, белдеуде тыныш тұрса, байлап көрсек. Тығылмай, әм сүрінбей жүрдек көсем. Иек қағып, еліріп жүрсе әсем, шапса жүйрек, мінсе берек, жуан жуас. Разы мен осындай ат мінбесем. Аяңы тымақталшы кигізгендей, кісіні бұлбұл қағып жүргізгендей. Шапқан атқа жеткізбес, бөкөн желіс, аза қылдың қолыма бір тигізбей. Ал балалар кереметтей етіп жылқы мауын сипаттаған ең үздік жыр, ең үздік өлең осы деп ойлаймын, не балалар? Ендеше дәл осылай біздің де Қобанды батыр жырында Тайбұрудың дүниеге келгеннен кейін Тайбұрудың шабысын сипаттайтын жыр шумақтары бар. Сендерге тапсырма, сол жыр шумақтарын суреттейтін сөздерді дәптерлеріңе жазасыңдар. Ал келесі тапсырманы үй жұмысы ретінде аламыз. Жырдан қажетті шумақтарды тауып, дәптерлеріңе жазыңдар дейді. Яғни, құртқа Тайбұруды батырға лайықты тұлпар болу үшін қалай баптады? Не себепті Тайбұрудың 43 күндік кемдігі болды? 43 күндік кемдік Тайбұруға бөгет болды ма? Осы сұрақтарға жырдан үзінді келтіре отырып, дәлелдерін оң жақ бағанға жазып толтырасыңдар. Ендеше сабағымызға талдау жасау үшін WhatsApp желісіне кері байланысқа шығайық.